Ли Чон Сок туралы 10 дерек. Ли Чон Сок 1989 жылы 11 қыркүйекте оңтүстік Кореяда дүниеге келген. Оңтүстік кореялық актер және модель. Ол 2005 жылы ұшу-қону жолағындағы модель ретінде дебют жасап, Сеул сән апталығында жүрген ең жас ер модель болды. Ол "Мен сенің даусыңды естимін", Доктор Бейтаныс, Буратино, Екі дүниенің арасында, Сен ұйықтап жатқанда, Өлімге арналған әнұран телехикаяларындағы рөлдерімен, сондай-ақ VIP фильміндегі жағымсыз рөлімен танымал. Екінші дерек. Ли Чон Сок модель, актер және модельдік күндерінен бері таныс. Мектеп 2013 сериалында бірге түскен, Ким У Бинмен дос. Үшінші дерек. Ол 89 Mansion кафе мейрамханасының иесі. Төртінші дерек. Ли Чон Сок міндетті әскери қызметін 2019 жылдың 8 наурызында бастады, 2021 жылдың 2 қаңтарында аяқтады. Бесінші дерек. Отбасында ең үлкен бала, ол 3 ағайындының ең үлкені інісі мен қарындасы бар. Алтыншы дерек. Тұйық мінезі бар. Ли Чон Сок бала кезінен интроверт болған актер, бастауыш және орта мектеп кезінде сұрақтарға жауап беру үшін қолынан көтермейтінін айтты. Ол бұрынғымен салыстырғанда қазір экстраверт екенін және анасының бұл өзгеріске өте қуанышты екенін айтты. Жетінші дерек. Көңіл орталығындағы болу фобиясы бар. 10 жылдан астам қоғам қайраткері болғанынан қарамастан, Ли Чон Сок скопофобиядан, назар аударудан, қорқудан зардап шегеді. Көпшілік пен баспасөз конференцияларының алдына оның беті қызарып, шамадан тыс терлей бастайды. Бірде эстрадалық шоудың алдында ол қатты күйзеліп, 12 сағат бойы ваннаға бара алмады. Батыл және харизматикалық веб-туынды кейіпкері Кан Чеолды шын өмірде ұялшақ бала деп кім ойлаған? Сегізінші дерек. Сертификатталған таеквондодан қара белбеу иегері Ли Чон Сок таеквондодан қара белбеуін алды. Ол 4-ші данға жетті, яғни ол нұсқаушы болуға жеткілікті білікті. 9-шы дерек. Ли Чон Сок сертификатталған ұшқыш. Арнайы ұшқыштар тобының құрамында Air to be Return to Base фильмінде ұшу үшін оған 3 ай жаттығады. Осы тәжірибеден Ли Чон Сок ұшқыштарға деген құрметі артқанын және одан әрі шеберлігі жоғары актер болғысы келетінін айтты. 10-шы дерек. Оның бойы 186 см, салмағы 65 кг.